бар ғой. Арыш талайына жақсылық жасады. Солар көмектесеңіздерші. Ойнатып келдік. Миома қанша сантиметр дейді. Пока 1 сантиметр. Былтыр алдырған миома мен. Не деген жамандық тілеуі бұлар айтындаршы. Адам қиналып жатқанда қалай сендер сауап болсын деп айтасыңдар айтындаршы. Түсінбеймін мен. Мынақты адам қиындықпен арпалысып жатыр. Адам сонда бір пәленбай жақсылығына сонда бір боқтағанына бола сонда жаман болып қала ма адам? Реклама ақша бергенде бір болмаша тиын-тебен алдық, балаларды ойнаттық мысалы. Кететін жағына кетеді бүгін продукт алдық үйге. Енді әлі 10 күн бойы ана не тасимыз. Ол пока сауда сатып ақша жинағанша ақша керек қой енді бізге. Рахмет Кука. Алла разы болсын. Салдым күліңкіл деп шығады деді еңілік. Рахмет, Алла разы болсын. Түсті 5 теңге, рахмет. Дина, рахмет. Ойбай, Данико, сен тегі 3.000-5.000 сала береді екенсің, қойшы тегі. Ұлың неше дейді, алып жоқ мен. Былтыр миомамды алып тастаған мен. Мен Арушкаға кішкене көмек болсын подписчиктерінен деп сұрап жатырмын. Каспий жазылып тұр, Құмырхан деп шығады. Мен де ауырғанда ол көмектесті ғой, жылап тұрып көмек сұрады сіздерден. Жинап бердіңіздер, рахмет. Енді Арушка қазір қиын жағдайда кішкене басына күн тұр енді. Сол кезде кішкене қолдау білдірсеңдер, айналайын. Арушка талай берді осы көзіндіру кезінде. Өткені осы аулада жұмада, өткен аптада 100 липешкі таратты өзім сауда жасағаннан ақшасынан. Қаншама мұқтаж адамдарға көмектесіп отыр ғой. Нағима 700 теңге салды, Алла разы болсын. Тикток қайыр сұрайтын жер емес, бірақ кішкене көмек поддержка беретін жер. Пәленбай адам отыр. Көп түкірсе көмек сауап жазылады. Осындай кезде қиналған кезде көмектессең, сауап жазылады. Өйткені ешкімнің басына Сәлем, Гүлназ, қалайсың? Емені біздің пайдамыз жоқ шығар, бірақ жаман сөйлеудің не керек? Жоқ, жаман сөйлеудің не қажеті бар деймін да. Өздеріңізде де бала-шаға бар ғой, қайта қолдау білдірсеңдер, айналайын. Кафе жұмыс істеп тұр. Нұрсұлу 150 теңге салды. Рахмет, Алла разы болсын. Құмырхан деп шығады, Қыдырхан емес, Құмырхан деп шығады. Қазір скринде адам бүйттім, сүйттім деп жазбақ қойыңдар. Бұл Каспийде налог бар, ИП бар, уайымдамаңдар. Нөмір тұрса да штрафқа кетпейді, уайымдамаңдар. Бұда ИП бар. Бұл сауда Бұл немен сауда бастаймын деп ИП ашып қойған бұған. Мұхаммед, Алла жеңілдігін берсін, 1000 теңге салды. Кет қыздар бір 50 жинап берейік. Қайта бір осы неге дейін жеткізейікші. Не аты? Әлі 12 күн бар. Содан кейін құда қалса өзі шыққаннан кейін сауда жасаймыз. Достар, 1700 адам отыр, бәріміз 5 теңгеден саламаймыз ба? Әлябы 1000 теңге салды, Алла разы болсын. Қанша күнге жатқызды? 15 күнге. Экран запись жасай беріңдер, бұл нөмір ИП-сі бар. Налог төлейміз, уайымдамаңдар, налог төлейміз. Сбор қашан жалғаспайды. Просто құда қалса кішкене 10 күннен кейін неден шығады. Сол үшін соға дейін осы бір 50 жинасақ, соны жеткіземіз. Тамағына несіне жеткіземіз. Шырын 700 теңге салды. Алла разы болсын. ИП қарамайды дейді. Қой шайна. Тексерген кезде ИП неғып тұрады. Какая разница, төлейсің ғой соны, ИП-ні? 10 теңге салдым дейді. 10 теңге салына ма? Достар, білмеймін, сонша 1800 адам қақтан шыққан негатив екен білмеймін. Кішкене 500 теңгеден салсаңыздар көмекте тұрған ештеңе жоқ қой, пәленбай адам отыр. Қорланса 573 теңге. Өткенде мен де ауырған кезде үндемей салдыңыздар ғой, Арушка
жылап тұрып жинаған кезде салдыңыздар ғой, енді бір 50 мың теңге жинап бере алмайсыздар ма бір сонда? Гүлнар, сәлем, қалайсың? Құмархан деп шығады, Құмархан.